Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы проведет с вами интерактивный урок на тему неструктурное сейсмоусиление в зданиях и помещениях, принцип работы мобильного приложения Дармен и правила поступления в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. В предыдущих темах мы рассказывали действия населения до землетрясения, во время землетрясения, а также после землетрясения. Сегодняшняя наша тема будет направлена на неструктурное сейсмоусиление в зданиях и помещениях. То есть, что опасно внутри помещения? Все тяжелое, что висит на стенах и потолке. Это кондиционеры на окнах, лампы, люстры, предметы на стенных полках, картины, зеркала, часы настенные, подвешенные растения. То есть вот эти предметы полностью, то, что сказали, во время землетрясения будут угрожать нам опасность. А также стекла, которые могут разлетаться во время землетрясения. Это оконные стекла, застекленные двери, аквариумы, зеркальные дверцы шкафов, застекленные перегородки и навесные шкафы с зеркальными или застекленными дверцами. То есть во время землетрясения эти осколки могут разлетаться с большой скоростью и в разные направления, тем самым повредить жизненные органы человека. Поэтому мы можем что сделать? Эти стекла, окна полностью заклеить защитной пленкой, чтобы они во время землетрясения не разлетались в разные стороны. Они могут сломаться, упасть и так далее, но тем самым мы можем обезопасить свое здоровье и жизнь. Во время землетрясения все предметы внутри дома будут скользить, двигаться, падать в разных направлениях. Поэтому мы должны ее заранее обезопасить. Потому что внутри дома достаточно опасностей, угрожающих здоровью и даже жизни. Как вы видите на картине, вот эти стеллажи, шкафы, люстры, картины, все будет падать. Тем самым повредит жизненные органы человека. Что надо сделать? Найти опасности внутри своего класса и дома, которые могут возникнуть во время землетрясения. То есть составить список опасностей. Список опасностей. Не стоять возле окна, не ходить по разбитым стеклам, не находиться вблизи шкафов, падающих предметов, а также быстро разжигающие или удушающие вещества вы должны избавиться от таких вещей. И решить, как можно быстро устранить опасности, перечисленные в вашем списке, и начать действовать. В первую очередь, прикрепи тяжелые предметы и оборудование надежными креплениями к прочным стенам или поверхностям. Как вы видите, Г-образные уголки здесь прочно начинают работать. Если вы самостоятельно не можете это сделать, попросите старших братьев или родителей. Переместите тяжелые предметы вниз, чтобы во время землетрясения они не падали на вас. Переместите парты и мебель подальше от окон. То есть есть защитная пленка, которую я ранее говорил. Если вы ее заклеите, то есть вы сделаете уже не один, а два шага вперед. То есть во время землетрясения эти осколки, как я ранее говорил, не будут разлетаться в разные стороны и направления. Также телевизор можно закрепить в кронштейны и зафиксировать, чтобы во время землетрясения телевизор, компьютер и так далее не падали на вас. Сіріңкемен ойнама, ол үйдегі өрт шығуына себепші болуы мүмкін. Сіріңке немесе оттық тауып алсаң, міндетті түрде ата-анаңа бер. Өрт сенің кінәңнен болса да болмаса да, міндетті түрде ересек адамға хабарла.
электрлі жылытуу корулгуларын косулган күйүндө калдырмаңыз. Закымданган электр желилерин колдонбаганыңыз жөн. Жогары кубатты бир нече курулгуну бир мезетте коспаңыз. Химиялык заттарды оттан аулак ұстаңыз. Төсекте темеки тартпаңыз. Тилсиз жау тутанган жагдайда бул тууралуу бирден 101 өрт сөндүрүү кызметине кабарлаңыз. Алматы тирчилиги тыныч калага айналуун каалайбыз. Дүмпүүсүз Алматы. Балаларыңды, өзүңдү, үйүңдү корга. 2021 жылдың 13 мамырында Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Төтенше жағдайлар министрлігінің Көкшетау техникалық институтына Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясы мәртебесі берілді. Академия біздің еліміздегі болашақ құтқарушыларды даярлауды жүзеге асыратын жалғыз жоғарғы оқу орны. Оның тарихы 1973 жылдан басталады. Осы жылы Көкшетауға Алматы қаласынан Қазақ КСР Ішкі істер министрлігі басқармасының әскерилендірілген өрт күзетінің оқу жасағы көшірілді. 1997 жылы оқу орны Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар комитетінің Көкшетау техникалық училищесі болып өзгертілді. Дәл осы жылы жоғарғы кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша алғашқы курсанттар қабылданды. 2003 жылдан бастап академияның курсанттары мен офицерлері тұрақты негізде Ресей және Беларусь Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі оқу орындарына оқуға жіберілді. 2009 жылы өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша бакалаврларының алғашқы шығарылымы өтті. 2012 жылдан бастап академия базасында Қырғыз Республикасының өкілдері өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша оқи бастады. Бүгінгі таңда Қырғызстаннан келген 20 курсант біздің жоғарғы оқу орнымызды бітірді. 2019 жылдан бастап Тәжікстан азаматтарын оқыту туралы шешім қабылданды. 1997 жылдан бастап академияда 5000-ға жуық жоғары білікті мамандар даярланды. Оның ішінде 132 түлек үздік диплом алды. Олардың көпшілігі басшылық лауазымдарда жұмыс істейді. Бүгінгі таңда оқу орны 4 білім беру бағдарламасы бойынша білікті мамандар даярлайды. Атап айтқанда, өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайларда қорғау, азаматтық қорғаныстық күштері, командалық тактикалық өрт сөндіру және авариялық құтқару ісі, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша қашықтықтан оқыту жүргізілді. 2022 жылдан бастап өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша магистратураға алғашқы түлектерді қабылдау жоспарлануда. Академия жыл сайын 150-ге жуық курсантты қабылдайды. Күндізгі бөлімде 600-ге жуық курсант білім алады. Күндізгі оқу факультетінің курсанттарына жоғарғы оқу орнын аяқтағаннан кейін азаматтық қорғау лейтенанты, арнаулы атағы және лейтенант әскери атағы беріледі. Қызмет көрсету өткеру үшін олар Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің аумақтық органдарына, сондай-ақ ведомствоаралық келісімдерге сәйкес басқа да құқық қорғау құрылымдарына жіберіледі. Білім беру ұйымының имиджін оның түлектері қалыптастырады. Олар өздерінің қызметтік борыштарын абыроймен орындайды. Ұлттық байлықты өрт апатынан қорғау бойынша алдыңғы шепте тұрады. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жоюға қатысады. Оқу процесіне түрлі төтенше жағдайларды модельдеуге мүмкіндік беретін компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, оқытудың жаңа технологиялары енгізілуде. Алдағы уақытта академия жанынан ғылыми зерттеу қызметін дамытуға бағытталған ғылыми зерттеу орталығын ашу жоспарлануда. Сондай-ақ алдағы жылдары жоғарғы оқу орны өз алдына негізгі міндеттер қойып отыр. Докторантура бағдарламасы бойынша білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензия алу, жаңа оқу корпусы мен жатақхана салу,